Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын барлығыңа сәттілік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сабағымыздың тақырыбы дизайн мамандығы. Сабағымыздың мақсатына тоқталып өтсек, мамандық түрлерімен толық түсіндірме жұмыстарын жасау, адам өзі істей алатын, қолы жететін жұмыспен айналысу, өз бетінше материал мен техниканы таңдай білу. Мамандық дегеніміз адамның белгілі бір қызмет атқаруына мүмкіндік беретін материалдық не рухани өндірісті алған білімі болып саналады. Адам өмірінде екі нәрсеге қатысты жаңылыспау керек екен. Оның біріншісі жар таңдауда, ал екіншісі осы мамандық таңдауда қателеспеу керек екен. Мамандық таңдау бұл жалпы өміріңнің бір кірпішін дұрыс қалау, тағдырыңды таңдайып. Дизайн жалпы бір сөзбен айтқанда, қыздар, сәндеу, әсемдеу, суретін салу арқылы көптеген сәндеу жұмыстарымен айналысады. Дизайнер бұл мамандық иесі. Дизайнер әртүрлі салада көркем және техникалық қызметпен айналысатын адамды айтамыз. Дизайн дегеніміз көркемдеу, сәндеу және сәулет өнерінің ең үздік үлгілері болып табылады. Дизайн қызметінің ерекшелігі әсем, яғни көркем жасалу керек. Жалпы терминдік атауы жаңа болғанымен, оның негізі ерте заманнан ақ қалыптасқан. Мысал келтіріп өтсем, қыздар, қазақ халқының қолөнері бұрыннан қандай қолөнерлерді байқаңдаршы? Қобыз, домбыра, сандық, торсық жасау, ожау, бұның барлығында сәндік әшекейлі бұйымдарды қолдана бастаған. Дизайнер мамандығының түрлеріне тоқталайық. Интерьер дизайнері. Үй үшін, яғни бөлме интерьерін безендіру. Қыздар, естеріңде болса, біз өткен сабақтарда осы 9 сыныптың 4-ші тоқсанның 2-ші, 3-ші тақырыптарында үйдің интерьері, яғни интерьер деген сөзді тақырыпты өткенбіз біз. Графикалық дизайнер жарнамалық баннерлерді, плакаттармен айналысады. 3D дизайнер презентация, веб-сайттар, бағдарламалар дизайнының мен жұмыс жасайды. Ландшафт дизайнері. Бұл жерде де, қыздар, сендер естеріңе түсіріп өтіңдер. Ландшафт деп нені айтатын едік? Яғни бау-бақшаларды, өзіміздің үйдегі, естеріңде болса, ауланы өздерің әсемдеп осы ландшафт жасап, маған өткен сабақтарда кері байланыс бергесіңдер. Демек, ландшафттық дизайнер қорықтар, бау-бақшалар, саябақ, саяжайлардың үйлесімділігімен айналысады екен. Киім дизайнері күнделікті киім-кешектер, аксессуарлар, аяқ киімдерді модельдейді. Дизайнер өнері, қыздар, бұл заман талабына қарай өзгеріп отырады. Дизайнер болу үшін не керек бізге? Өзгеге ұқсамау, өзіндік қолтаңбасы болу керек, ең басты шарты. Ойлау қабілеті өте ерекше болу керек. Шикізатты көріп отырып, дайын бұйымды көз алдына елестете алу керек ол. Адамдармен тіл табыса білу де өте маңызды. Ойдан ой тудырып, үнемі соны тың идеяларды ұсынып жүруі керек. Төзім мен сабыр да аса қажет қасиеттер. Өйткені кейде дегеннен ойлағаннан орындала қоймауы мүмкін. Бір жұмысты бірнеше рет бұзып, қайта жасауға тура келетін сәттер көп кездесіп отырады. Еңбекқор болу керек. Киімді пішуге, тігуге икемі болу керек. Сән әлеміндегі түрлі бағыттар, стильдер,
жалпы стильдер жөніндегі жан-жақты хабардар болған жөн. Мата мен терінің түрлерін ажырата білу, тігістің түрлерімен де өте жақсы меңгеру керек. Бұл жалпы дизайнер болу үшін қажет нәрсе адам бойында болу керек. Бізде айтып өтетін жағдай, осы Адамбеков мектебінде Сымбат Қадыр деген оқушымыз қазір Қазақстанда белгілі дизайнер. Өзімізден білім алған оқушы қазір бірнеше сахна киімдерін дизайнерлеумен айналысып отыр. Киім дизайнер атауы жалпы 19-20 ғасырларда сән саласы жаңа дамып бастағанда пайда болған. Қазіргі кезде сән саласындағы негізгі мамандық иелері осы дизайнер мен модельер. Киім дизайнері жаңа сән үлгілерін ойластырушы маман болып табылады. Алдағы уақытта қандай киімдер сәнді болуын, жаңа киімнің үлгісін, түсін, пішінін, матасын осы киім дизайнері жобалайды. Дизайнер ұсынған үлгінің өңдеу, яғни деталдарының өлшемі, безендіру істерін модельер орындайды. Осы екі жұмысты бірде атқаратын маманды дизайнер-модельер деп атаймыз. Негізі екеуі де бір мамандық болып табылады. Себебі жұмысы бірдей, жаңа сәнді киім дайындау болып табылады. Бұл киім дизайнерлерінің модельер мамандықтарының басқа мамандықтарға қарағанда бұлардың ой өрісі өте кең болу керек. Модельер жаңа дизайнер өздерінің жасаған киім үлгілері басқа ешқандай жерде киім үлгісі ұқсас болмауы керек. Бүгінгі күні қыздар, Алматы қаласында үй-жайдың интерьер дизайны, оның көлеміне, орналасқан жеріне, немесе тіпті құрылыстың негізделгеніне қарағанда өте көп екен. Интерьер бүгінгі күні тұрғындардың жеке талғамын ғана емес, сонымен бірге мәртебесін, беделін, қоғамдық жағдайын көрсетуге арналған екен. Және әрине интерьер дизайны барлығымыздың үйімізде немесе кеңсемізге ыңғайлы дизайнер ойлап табу керек. Ландшафт дизайнері ландшафтты жобалау бойынша жұмыс жасайды. Түрлі бақтар, саябақтар, учаскелерді безендіру мен толық үйлесімділігіне жауап беретін мамандық иесін айтады екенбіз. Бұл ландшафт дизайнері жалпы ең алдымен қағазға түсіріп алады екен. Барлық дизайнерлер сияқты қағазға түсіріп алып, ауланы қалай әсемдеу, талды қай жерге орналастыру, бау-бақшаның жаңағы майда тастармен мысалға, оны қай жерге қондыруы, орындық, күн түспеу үшін орындық қою арқылы, оның барын осы ландшафт дизайнері айналысады екен. Жаңа технологиялар соңында 20 ғасырдың әлеміне жарылып, барлық бұл жастар білет, қыздар білесіңдер сендер, қазір барлық жастар, ұл болсын, қыздар болсын, қолдарында телефон, информатика сабағында компьютермен жұмыс жасайсыңдар. Мінекей, басқа мысалға киім дизайнері, аяқ киім дизайнері, интерьер дизайнерлеріне қарағанда бұл веб-сайттар дизайнының қызметі де, жұмысы да өте күрделі болып келеді екен қыздар. Мынау өздерін көріп, өздерін күнделікті қолданып отқан компьютерлерің, ноутбуктарыңдағы барлық мысалға сәндеу жұмыстарын, және де мысалға көптеген суреттер, жаңағы WhatsApp желісіндегі көптеген жұмыспен, демек барлық жұмысты осы веб-сайттар дизайнері әдемілеп, сәндеп орналастырып отырады екен. Жаңа технологиялар соңында 20 ғасырдың әлеміне жарылып, барлық бұл жастар қыздар білесіңдер сендер, қазір барлық жастар, ұл болсын, қыздар болсын, қолдарында телефон, информатика сабағында компьютермен жұмыс жасайсыңдар. Мінекей, басқа мысалға киім дизайнері, аяқ киім дизайнері, интерьер дизайнерлеріне қарағанда
Бұл веб-сайттар дизайнының қызметі де, жұмысы да өте күрделі болып келеді екен, қыздар. Мынау өздерің көріп, өздерің күнделікті қолданып отқан компьютерлерің, ноутбуктарыңдағы барлық мысалға сәндеу жұмыстарын, және де мысалға көптеген суреттер, жаңағы WhatsApp желісіндегі көптеген жұмыспен, демек барлық жұмысты осы веб-сайттар дизайнері әдемілеп, сәндеп орналастырып отырады екен. Назарларыңа рахмет, қыздар. Барлықтарың осы түсінгендерің туралы, осы болашақта кім болам, қандай мамандық таңдаймын деп маған кері байланысқа шығып отырыңдар.